Сәлеметсіздер ме балалар? Аю туралы кітап оқыдыңдар ма? Оқымасаңдар, сіздерге қазір оқып беремін. 3 аю. Ертеде қалың ормандағы үлкен бөлінгіде 3 аю бірге тұрыпты. Ең ірісі және мықтысы ақтөс аю болыпты. Ол қазандай тасты топша домалатып ойнайды екен. Ақтөс аю күштілігіне мақтанып кішкентай аңдарға маза бермейтін болыпты. Бірде түлкінің құйрығынан ұстап жұлқылайды. 2 аю. Түлкінің не жазығы бар? Босқа жәбірлемеші, дейді. Бұл түлкі бұдан былай мені сыйлап жүретін болсын, сонда ғана жіберемін, дейді ақтөс аю. Түлкі: аю ағай, мен сізді сыйлайтын боламын, деп жалынады. Ақтөс аю түлкіні босатады. Енді бірде ол қасқырды ұстап алады. Жасы қыз қасқырды құлағынан жұлқылап есін шығарады. 2 аю. Қасқыр бізге тиіскен жоқ қой, оны несіне қинайсың, дейді. Қасқыр мені сыйлап жүремін десе, жіберемін, дейді ақтөс аю. Аю аға, мен сізді сыйлап жүремін, дейді жаны қысылған қасқыр. Бір күні ақтөс аю орманда қыдырып жүрсе, алдынан бір топ қасқыр шығыпты. Ішінде баяғыда өзі жәбірлейтін қасқыр бар екен. Аю еке, есіңде ме? Сен мені жасы қыз жәбірлегенсің. Енді біз сені талаймыз, дейді. Көп қасқырдан есі шыға қорыққан аю жуан ағашқа шығып кетеді. Қасқырлар кеткен соң жерге түсіп, алақтап жүгіріп келе жатса, алдынан баяғы түлкі кездеседі. Аю еке, қайда қашып барасыз? Деп сұрайды аюдан. Көп қасқырдан қашып келемін, дейді. Онда бері қарай жүріңіз, деп аюды қазылған өрдің қасына ертіп келеді. Сасқалақтап тұрған аю кім беріп орға түсіп кетеді. Бұл мені жасы қыз жәбірлегенің үшін, деп түлкі кетіп қалады. Осы кезде ақтөс аю 2 серігі келіп оны құтқарып алады. Сыртқа шыққан соң олар: көрдің бе, әлсізге күш көрсетудің соңы жақсылық емес, деп түсіндіріпті ақтөс аюға. Содан бері аю ешкімге тиіспей, өзі-өзімен жүретін болыпты. Осы кітапты Иван Шухов атындағы кітапханадан алып оқуларыңызға болады.